Мен Молдашев Алпысбай Саттамбаевич. Мен бұл жолы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевқа жолдаймын, және де генеральный прокурорға. Бұл жолдау себебім 2018 жылы мені Агарков Андрей және Утешев Сабыржан деген азаматтар мені алдау жолыменен алдап, менің ақшамды, қаражатын, көп мөлшердегі ақшамды және де жерімді алып, мені осындай тығырыққа тиеді. Мен осы 2018-ден бері 2020 аралығына дейін олардан күттім. Осындай жол саламыз, басқа да істер істейміз дегеніне сеніп, осы 2020-ға дейін күттім. 2020 жылы олардың үстінен арыз жазып қылмыстық іс қозғалды. Олар қылмыстық іс Қарасай ауданында болған. Қылмыстық істің бастығы Қарасай ауданы қылмыстық істі арыз жазғаннан кейін 1-2 рет тергеуге шақырған болатын. Одан бері мінеки арада қанша жыл өтті, бірде-бір тергеу жүргізілмеді. Және де соңғы жылдары 2025 жылы осы қылмыстық істің документтер, материалдары жоғалып деген хабар жүргізілді. Енді қазір мен телевидениеде осындай сөйлеуімде толғып отырмын. Қалған сөзімді балам түсіндіріп берсе екен деймін. Мен Саттамбаев Самат Алпысбайұлы. Осы жолдада біздің жолдау себебіміз ең бірінші президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа және бас прокурор Берік Ноғайұлына жолдаймыз. Бұл жолдау себебіміз бізде уже басқа шара қалмады. Өйткені біз осы қылмыстық іс бойынша бүкіл жерге шағымдар мен өтініш хаттарды жолдадық. Қарасай ауданы ішкі істер басқармасына, Қарасай ауданының прокуратурасына, Алматы облысы прокуратурасына және бас прокурорға да бірнеше шағымдар жолдаған болатынбыз. Осы қылмыстың жүргізілмеуіне байланысты. Осы 2020 жылы Қарасай ауданы ішкі істер басқармасымен мен әкемнің арызы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қылмыстық кодексінің 190 бабының 4 бөлігі бойынша. Алайда сол арыз жазғаннан кейін бірнеше тергеу амалдары ғана жүргізілді. Осы Агарков Андрейден жауап алынды. Ол өзінің жауабында және беттестіру тергеу әрекетінде өзінің кінәсін толық мойындап, материалдық шығынды толық келіскен болатын. Және материалдық шығынды осы 1 ай уақытында қайтарып берем деді, бірақ қайтарылған жоқ. Және осы іс бойынша біз шағымдар жаздық. Қылмыстық шағымдар бойынша көптеген шағымдар қанағаттандырылды. Алайда соған қарамастан 5 жыл бойы осы созбалаңдық әлі күнге шейін жалғасып келе жатыр. Және сол себепті біз осы 2025 жылы мамыр айында біз кезекті шағым жазған оқтары бізге Қарасай ауданының тергеу басқармасы қылмыстың жоғалғаны туралы мәлімет берді. Және біз сол қылмыстық істің жоғалғаны бойынша Алматы облысының полиция департаментінің өзіндік қауіпсіздігіне бірнеше рет арыздар түсірдік. Және ол арыздар бойынша тергеу қызметтік служебный расследование жүргізіледі деді. Бірақ ол жүргізілді ме әлде жоқ, ол бізге белгісіз. Әлі сол мамыр айынан бастап қазіргі осы служебный расследование бойынша ешқандай қорытындысы бойынша бізге ешқандай хабарлама жолдаған жоқ. Және сол осы қылмыстық істің жоғалуы бойынша ешқандай қылмыстық іс қозғалған жоқ. Және сол бойынша тергеуге және тергеу басқармасының бастығына ешқандай шаралар қолданылмады. Біз осы жолдау себебіміз мінекей біздің қолымызда көптеген шағымдар мен өтініш хаттар бар. Олардың барлығы қанағаттандырылған. Және біздің тергеушіге осы қылмыс іс бойынша біздің қолымызда бүкіл дәлелдемелер бар. Біз арызды сол Агарков Андрейге және Утешев Сабыржан дейтін кісіге арыз жазған болатынбыз. Ал Утешев Сабыржан дейтін кісіге келетін болсақ, ол кезінде ұлттық қауіпсіздік комитетінде жұмыс істеген полковник, қазір зейнеттегі кісі. Сол өзінің мүмкін полномочиясын пайдаланып болса қылмыстық істі тоқтатты деген ойдамыз біз. Өйткені бұл іс бойынша ешқандай қиыншылық жоқ. Өйткені күдікті тұлға Агарков Андрей өзінің кінәсін толық мойындап отыр. Және сол бойынша бізде көптеген аудиозапистер бар. Сол ақшаны алғаны бойынша, ақшаны қайда жібергені бойынша бүкіл аудиожазбалар бар. Осы 5 жылдың ішінде қаншама тергеушілер ауысқан болатын. Және сол бір тергеушілердің біреуі де осы аудиожазбасты алу туралы тергеу әрекетін жүргізбеді. Бірақ біз ол туралы көптеген өтініш хаттарда жазған болатынбыз. Сол аудиозапистер алынсын, сол бойынша кезекті керекті сараптамалар тағайындалсын деп. Алайда ол созбалаңдық әлі күнге шейін жалғасып келе жатыр. Сол себепті президент Қасым-Жомарт Кемелұлы және бас прокурор Берік Ноғайұлы бізді осы қылмыстық істі өз жеке іс бақылауыңызға алуыңызды сұраймыз.